Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Мен есімім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының халық артисі Нұрғали Нүсіпжанов. Ассалаумағалейкум аға. Студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Қазір немен айналысып жүр Нұрғали Нүсіпжанов? Шүкіршілік, енді творчествоның адамы немен айналысады қазір. Біз енді жазғы демалыс кезіміз, сол демалыстамыз. Мен бұрын негізгі өзім әншілік қызметімді Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияда атқарып келе жатырмын. Әлі сол жұмысымыздамыз. Сол Жамбыл коллективіндемін. Кейін сол 7-8 жылда болып қалды. Ұстаздық жұмысымды бастап жалғастырып келе жатырмын. Театр академиясында жүрген уақытында. Сондай жағдайымыз бар енді. Сізді айтады, Нұрғали Нүсіпжанов шақырған тойдың барлығына бармайды дейді. Неге? Оның әртіс ретінде, әнші ретінде. Енді оның әлгі сыры неде? Мақал бар ғой. Шақырғанға бармасаң, шақыруға зар боларсың дейді. Мәселе ол, мен бір кеудемді керіп, әрі басқан адамды саудаға салып жүрген адам емеспін. Реті келіп тұрса, жағдайым болып тұрса, сосын баратын жердің өзі ыңғайына, жағдайына байланысты. Кейде бір жастарға бір тілек айтып, бата беруге шақырып жатады. Ондайдан қалмауға тырысамын. Сосын өзімнің замандас жолдастарым, азаматтарым бар. Олардың да әртүрлі жағдайлары болып жатады. Біз адам өмірді өзі тіршілігінде арман мен үмітпен өмір сүреді ғой. Сол тілегімізді айтып жүруге тырысамыз. Енді қазір біраз орта жасқа келдік дейміз. Енді одан да асып баратқан жағдайымыз бар. Ол мақтан емес, әйтеуір Алланың берген бір ырзығы, көретін күніміз, тататын дәміміз бар шығар. Соны бұйырса елмен бірге татып, бірге көріп, ыстығын суығын бірге көріп жүре берсек деген сол үмітіміз бар. Оның ар жағында үлкенді кішілі үйде балаларымыз бар. Солардың сол ел қатарына қосылып, жастарының, кішкентайлардың сол өсіп өнгенін сол көргіміз келеді. Нұрғали Нүсіпжанұлы, творчествода сіз ең биік шыңдардың бәрін бағындырдыңыз. Қандай арманыңыз бар? Арман, творчествода арман тоқтамау керек. Арман деген сосын бір биіктің ар жағында шыққанда да одан да жоғары биіктер көрініп тұрады. Сол дұрыс болса екен, сол алға қойған кейбір адам күнделікті мақсаттары болады. Сол орындалып тұрса екен деген ойымыз. Енді қазір кейде тек өзіңнің ойлаған өз басыңдағы шаруа емес, сен өзің жүрген ортадағы, қоғамдағы, еліңдегі істеліп жатқан шаруалардың көбін ойлауға тура келеді, ойластыруға. Сосын өзің жүрген жеріңде соның қалай іске асуы, халықтың қалай көңілінен шығуы, болашаққа оның біздің мемлекеттігімізге, елімізге оның пайдасы болатын жақтары қандай, олқы болып жатқан неміз бар. Нені әлі атқара алмай жатырмыз, нені үлгере алмай жатырмыз, оның бәрін ойлап жүруге тура келеді. Өйткені біз енді адам баласымыз ғой. Сосын жаңа айтып жатырмын, енді ұстаздықпен айналысып жүргеннен кейін өзіңді үйрете жүріп, күнделікті осы өмірдің күнделікті болып жатқан іс-шаралардан өзіңді үйреніп жүруге тура келеді. Сол кездерде көп дүниенің олқылығы, қол жеткен табыстар, оның бәрі сол көз алдымызға көрініп тұрады.
Бүгінде шоу-бизнес екіге бөлінген, қазақ тілінде ән салатын қазақ эстрадасы бар, казахстанская деген эстрада бар. Осы қазақ эстрадасында сіз сүйіп тыңдайтын бір жастар бар ма? Жақсы ықыластыру ниетіменен ақырындап көрініп жатқан балалар, қыздар, ұлдар бар. Бірақ мен әдегенде мен қазір әрқайсысына бір үкі тағып, мынау деп айтқым келмейді. Өнерде ол қиын. Ол үшін уақыт керек, уақыт өзі таңдайды. Атын атап түсін түстегіңіз келмейді. Атын атап түсін түстегім келмейді. Бұлай бір өзінің ұлттық қасиетін жоймайтын өнеріне деген құштарлығы бар жастар бар. Біз соны дамытуымыз керек. Соның кейін барып, арадан 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар соның кейін шығады. Біз оларды оқытып, түгел жеткізбей, оларға түсіндірмей, ұқтырмай жатып, мынау жақсы, мынау ақ, мынау қара дегеніміз обал болады. Мемлекеттік дәрежеде өтетін концерттерде соңғы кездері сіз жоқсыз, неге? Енді бұның енді шынды айту керек, ол бұның секрет емес. Біз өзіміздің мына сахнадағы, өнердегі, тіпті өмірдегі ұлттық идеологиямызды бұлай айшықты, анық қалыптастырмаған елміз. Біз деге шейін бәріне бірдей жағдай жасап, 130-дан артық халық тұратын мемлекеттің осыны тұғырын біз жақсылап жөндеп отырмыз деген шаруаменен біз тәубе деп сонымен отырмыз. Ал жалпы мемлекетті құратын халықтың мәдениеті, ол сол мемлекетте үстем болу керек. Үстем болғанда ол басқасын табанымен басып тастамайды. Олар да бәрі өркендейді. Бірақ ол әркім қай мемлекетте тұрып жатыр. Оның қадір қасиеті қандай, оның тілі, оның тарихы, оның қандай өзгешелігі бар. Соны әрбір осы жерде тұратын қазақстандық адам жақсы білу керек, білуге міндетті. Елімізде экспо деген үлкен жоба іске асайын деп жатыр. Еліміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаев мәдениет және спорт министріне іс-шараға шетелдік емес отандық әншілерді тарт деді. Сол жобаға сіз шақырса қатысасыз ба сіз әнші ретінде? Мен ол қатысам ба, қатыспаймын ба, ол жағын білмеймін. Оны солар ұйымдастырып жатқан адамдар білер. Егер қатысатын болсам, мен шетелді де өзімнің ұлтымды да ұятқа қалдырмайтынымды білем. Өйткені кезінде, совет заманы кезінде мен күллі әлемді араладым. Ол кезде совет одағының атынан делегациялар көп шығатын әлемге. Соның құрамында біз жас бала кезімізден қатыстық. Бірнеше бишіміз бар, Аюханов сияқты. Соның қатарында біраз. Онда енді совет халқы деген совет мемлекеті болды да, біз орысшамызды, қазақшамызды қосып айтатынбыз. Дегенмен мен енді Құрманғазы оркестрінде 20-30 жылда мен жұмыс істедім. Онда күллі совет одағын ұлт аспаптар оркестрімен аралайтынбыз. Өйткені бұл біздің мына аспабымызды, мәдениетіміздің сондай үлгілерін көрсету, ол үлкен үгіт насихат. Өрден ешкім кеудесін қағып тұрмайды, бірақ адамның санасы бар адам, мәдениетке қатысы бар адам, оның барын өзі түсіне біледі. Сондықтан әркім өзі көзімен көріп, мынау жақсы, мынау жаман деп таңдайтын болса, өз қалауын өздері тауып алады. Сол кездерде мен орыс тілінде де ән айтып жүрдім. Ол тек сыртқа барғанда тек ырым үшін. Ал қалған бір ауыз орыс тілінде айтып, қалған әндерін мен өз ұлттық әндерімді орындайтынмын. Енді қазір оның маған оншалығы
қажеті болмай жатыр. Кейін мен өйткені менің заманымда бір қазақ әндерінің ренессанс заманы деп айтады. Шәмші Қалдаяқовтардың дүниеге келуі, Еспаевтың, Бейсеуовтің, Тілендиевтердің сонда қатар келуі қанша мені 20-30 композитор сол 50-60 жылдар өмірге келді. Сол қандай бір 20-30 жылда дүние көп қазақтың енді өмір бойы жүздеген жылға кететін әндерінің үлгісі сол кезде де жазылды. Ал соны шығып жатқан әндерді дер кезде орындау керек болды. Сол кезге менің тағдырым, өмірім қатар келді. Мен басқа елдің ән күйлеріміз, енді консерваторияда бұлай әлемдік музыканы танитындай жағдайға келіп, 7 жылдай консерваториядан оқыдық, бітірдік. Шүкіршілік, ол біліміміз қазір үлкен іске асып жатқан жағдай бар. Сондықтан ол нотаға ызылдап шыққан дүниенің бәрінің оның сараптамаға салып, бәрін анализ жасап беруге оны жағдайымыз бар. Бірақ менің өз үлкен миссиям бар деп есептеймін. Мен қазақ елінің әншісімін. Мен өзімнің, ол қазақтың әні менің қалтамдағы паспортым. Мен шыққанда біреуге жағымпазданып, реклама үшін сөйтіп біреудің әнін өйтіп айтпаймын. Айтсам, мен шын көңіліммен айтып беремін. Ал негізден менің сол адамдарға, егер мені әнші деп сыйласа, менің онда ұлтымның құдіретін білсін, мелодиясымен, әнімен білсін деп сол қиялды өзім қазақша айтатыным сол. Нұрғали аға, сіз бір партияның мүшесісіз ба? Мүшесімін. Қай партияны? Ауыл партиясының. Қазақстандағы ең кедей, ең ешкім сұрамайтын сондай партиямыз бар. 2011 жылы сайлаудың кезінде Руханият пен ауыл партиясы сіз үшін таласып қалды. Соған қатысты не айтасыз? Таласқанда басқа бір шаруа болған жоқ. Руханият бізді қолдайды дейді Нұрғали Нүсіпжанов. Ауыл партиясы жоқ, Нұрғали Нүсіпжанов бізді қолдайды дейді. Ана Руханияттың басында бір таныс жолдастар барды. Сол бар Руханиятқа кетіп мен шақырған. Мен айтқан болған, мен творчестволық қолдау жасап тұрайын. Концерттерім, бір шаруларым болса, қатысып берейін. Бірақ мен мүшелікте ауылдан шықпаймын. Ал іс-шараларға қатысып берем деп айтқаным бар. Соны кейбіреулер басқаша түсінген болар. Сосын Нұр Отан партиясының адамдарға шақырады, қазірде шақырады. Мәселе мен өрді барып бір депутат болдым немесе бір орында іздеп жүргем жоқ. Маған ауыл өмірі, ауыл мәдениеті маған ойымнан кетпейді. Ыстық, және ол біздің негізгі мәселеміз. Ол тіпті әр адам ол бір саяси партияда бар ма, ол бай ма, кедей ме, бірақ бәрі біз үшін, ауыл біз үшін қымбат болу керек. Ауыл партиясы ауыл үшін не жасап жатыр бүгінде, білесіз бе? Енді ауыл партиясы үкімет алдында жаңағындай жетпейтін кемшіліктер, соның бәрін ол ауыл өзі айтып отыр, ауыл өзі қандай болса, оның саясатта сондай. Айғайлап біреудің жейдесін жыртып, біреудің аяғынан шалып көшеге шықпайды. Өйтеу көшеге шығатын колхозда ондай көше жоқ қой ауылда. Олар ауылда тұрады. Сосын оның жұмысы, проблемасы өте үлкен, оны мемлекет шешу керек. Қазіргі болып жатқан көп проблемалар ауыл партиясының сон ұсыныстарының орындалмағандығынан деп есептейміз. Неге мықты саяси партия бола алмайды ауыл партиясы? Жоқ, оны мен түсіндіріп айтайын. Оның
оның әлсіреп сөйтіп тұрғаны бір үкіметтің саяси үлкен қолдауына жетпей жатыр. Арғы жылдары ауыл жылдарды бір-екі жылда атаған болатын. Бірақ ол бұлай елдің көгін аулап айтылған ғана сөз болып қалды да, іс жүзінде көрнекті шаруа жасалған жоқ. Алды көп нәрсені қайтадан бастап, ана аңғал-саңғал болып жатыр қазір. Біз мына космостың заманы, механика, автоматизация бәрі сондай болып кеткен заманда аңғал-саңғал болып кейбір ауылдарда жарығы жоқ. Көп ауыз сулар ауыздарда жетпей жатыр. Ауыз суға жарымай отыр дейсіз. Жарымай отыр. Бұл үлкен кемшілік. Ешбір мен мынадай мықты цивилизация қатар деңгей мемлекетіміз деген ел, мемлекет оны өзіне бұндай шараны жібермейді. Бұл енді соған ауыл басшыларды соған еті үйреніп кеткен. Ешкім оянбайды, сол әшейін салбырап өзіме жүріп жатыр. Бірақ біздің ұлттық негізіміз көп. Қазір осы ел басында тұрған кадрлардың бәрі кезінде ауылдың балалары, ауылдан шыққандар. Енді қазір мына көзіміз көріп жүр, өзімізде балалары зор, мына болашақты бітіріп жатыр. Шетелден оқып келіп. Мен олардан жақын күнде үлкен бір шаруа болады деп мен күтпеймін. Неге? Өйткені ол ауылдың не екенін білмейді, иісі жоқ. Ауылдың қайда екенін де білмейді. Егер картаны жайып тастасаң, бір облыстың орталығын ол сізге тауып көрсете алмайды. Ол бір. Екінші, ар жағында ұлттық намыс негіз жоқ. Ата бабасының, ол жеті атасын мен сұрап отырғам жоқ одан. Өзінің әкесінің әкесі қайда тұр. Ауылдың проблемасын олар барған жерде, мысалы Европада, Америкада әр өсіл фермерлердің істеп жатқан шаруасын көріп, соған анализ жасап деген жоқ оларда. Неге бізде мынандай емес деп. Олар біреудің біреудің қаңсығына соны таңсықпап, соны ауыздан ашып жүре береді. Бізге ондай кадрлар керек емес. Бізге намысы бар, кішкентай білімі болса да, соны халқының пайдасын жарататындай, соны іске асыратындай адамдар керек. Қалай ойлайсыз, еліміз қашан коррупциядан құтылады? Ол үшін біз парасатты мәдениетті ел болуымыз керек. Оған көп уақыт керек. Нұрғали Нүсіпжанұлы, сіз өзіңіз біреуге пара беріп көрдіңіз бе? Пара беріп көрдіңіз бе? Полиция қызметкері болсын, больницада болсын, ауруханада. Білмеймін, ондай тіпті түсіне алмаймын. Мен пара беру, мен енді біреуге әлгі көрімдік беруге не бір игілігіне сыйлық беру мүмкін. Мынауың құтты болсын, мынандай жолың болсын деп. Ал анандай ол унижение ғой адамға. Болмайды. Мен сен ойлауым керек, сен сорлы адамсың ба, күнін көре алмайсың ба, онда деп. Мен солай түсінемін. Енді Құдай одан сақтасын. Пара алатындардың бәрі сорлы деп. Рухани сорлылар. Қазақстан Республикасының халық артисі деген сіздің статусыңыз бар, е? Зейнетақыңыз қанша? Қазір 60 мыңға жетті. Зейнетақыға өмір сүрсеңіз, қалай өмір сүрер едіңіз? Қалай ойлайсыз? Енді концерт жоқ, той жоқ. Денім сау болса, ақыры барып ауыл шаруашылығына айналысар еді. Мал ұстауға болады. Ақырын шама келгенше
көкөніс егу бұл жерде жұмыс көп қой. Өзім сосын менің жас кезімден үйренген жақсы көретін шаруам бар. Ол көгалдандыру, ағаш егу, соны бала жасымнан бар. Менің 10 жастағы 3-ші класс оқып жүргенде еккен алма ағашым бар. Амандық болса, сол ағашым 2 жылдан кейін 70-ке келеді. 70 жасқа келеді алма ағашы. Ал алма ағаштардың енді агрономдардың сұрап көр, ол ондай жасқа келмейді. Бір 30-40 жыл. Феномен дейсіз ғой. Аға, репертуарыңызда қанша ән бар? Ең сүйікті әніңіз қандай? Қай ән? Енді ол сүйікті әнді Қазақ радиосының алтын қорында 500-ге тарта әнім ол қорға алынған. Ол жазылғандары. Ал көп әндерді біз жазып үлгермейміз. Айтылады сахнада, содан кейін келесі әнге көше береміз. Және оның бәрін жазып, шетінен пайда болған әнді жазуға да оған ақша керек. Студияға кәдімгідей соған жалдап, қазір барлық ақша төлейтін дүние. Ал совет заманында мен үкіметке жаздардым, ол тегін. Сүйікті әніңізді сұхбат бағдарламасынан көрермендеріне орындап беріңізші аға. Осындай бұйымтайымыз бар еді сізге. Сізді халқыңыз сағынды. Көзімді жұмсам да көрем сені, еседі арманның қоңыр желі. Куә бол Алатау бақытыма, куә бол көктерек көлеңкелі. Куә бол жұлдыз, куә болайым, куә бол Алатауым. Куә бол жұлдыз, куә болайым, куә бол Алатауым. Рахмет аға. Бүгін студиямызға келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Эфирде болған сұхбат, менің есімім Мұхит Сапарбаев. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов. Эфирде жүздескенше.